Қазақ халқының аса көрнекті суретшісі Әубәкір Ысмайыловтың шығармашылығындағы пейзаждар тұтас күйде туған жерге арналған. Ол табиғаттың керемет жыршысы. Өзінің экспедициялық сапарларында Қазақстанның барлық жеріне барған. Ол тау мен даланың таңғажайып келбетін адам жанымен үндестіріп, ежелгі мекеннің сұлулығы мен ғажайып сырына көз тастайды. Әлемді бақылауда қабылдаған ішкі сезімін түрлі тілмен айта алады. Пейзаждары бояуға бай және әрқайсысы өзіндігінше дараланып, бір-бірімен қайта жалғасып кететіндей. Әубәкір Ысмайылов 1913 жылы Қарағанды облысында шахтердің отбасында дүниеге келген. Бейнелеу өнеріне деген ыстық ықыласы жастайынан туындайды. 1926-28 жылдары Ысмайылов Петропавлдағы көркем сурет студиясында жұмыс жасайды. Жазғы демалыс кезінде студиядағылар пленерге шығып, табиғатты натурадан жазады. 1927-28 жылдары оқуын Омбыдағы Врубель атындағы көркем өнер кәсіптік техникумында жалғастырады. 1929-32 жылдары Мәскеу көркем сурет училищесінің графика факультетінің студенті болады. 1933 жылы КСРО суретшілер одағына қабылданып, Қазақстан суретшілер одағының ұйымдастыру комитетінің бірінші төрағасы ретінде тағайындалады. Шығармашылығын жетілдіруде 1934-38 жылдары бүкіл одақтық театр өнері институтында Судаковтың шеберханасында дәріс алады. Суретшінің «Қара ой» және «Бетпақдалада» атты туындысына тоқталайық. «Қара ой даласы» атты шығармасында шетсіз-шексіз жазира мен өңірдің қайталанбас реңі қара ой мінезіне тән қылып береді. Төменде салт атты қос аңшының сұлбасы көрінеді. Аспанда ұшқан қыран осы мекеннің тұрақты құсы секілді. Батқан күннің қызғылт, алтындатылған, жасылтым көгілдір, жұмсақ гаммалы сәулесіне малынған енсіз кең дала, оған сырға толы балбал тастардың кейіпі жасырынып, балпаң басқан түйелердің жүрісі мен шалғай жерден өндірістік дәуірдің құрылысы төбешіктері біртіндеп алыстай түседі. Аңыздардың рухы мен көненің көзі жайлы жойыла бастаған естеліктер суретшінің туған жерге деген сезімін оятады. Ал «Құлпырған Алатау өңірі» атты шығармасы соғыстан кейінгі алғашқы 5 жылдықтың ауыр кезеңіне арналады. Мұнда тау етегінде қоныстанған ел тіршілігі бейнеленген. Туындыны кенептің төменгі жағындағы егіс даласын қызу еңбекпен игерген әйел ер адамдармен басталып, өзен бойын жағалаған өскен теректер арқылы салынған көпірдің арғы жағындағы қызыл шатырлы елді мекенге алып кетеді. Бүгінде бұл көрініс біз үшін аңыз ертегіге айналды. Байсалды сарын жиірек кездесетін бұрынғы бетегелі дала туындысында қазақ жерінің жаңғыруын үлкен нәзіктікпен жылулық танытып айтады. Алтын егістікті жарып өткен иірім жол сары далада әрі қарай алыстағы тауларға еніп алып кетеді. Ашық аспан астындағы ыстық колоритті тың жерлердегі сол кезеңнің адамдары игеруде. Жұмсақ түстердің қатынасы көріністерге арманға толы реңдерді береді. 1950 жылдарғы еңбектерде табиғат образын сомдап, эпикалық көтеріңкі сарынмен беруге ұмтылған. Осы орайда «Көртоғай» атты тау мінезін аша бейнеленген тік форматты туындысы оның белгілі еңбектерінің бірі болып табылады. Мұнда Ысмайылов таулы қыраттарды қарапайым да қатаң қылып екіге бөлгендей сипаттайды. Шатқалдағы екі аңшы арқылы иіріле аққан өзен, тік жартастар күн сәулесінің қызара батқан шапағына боялған
қызғылт түсті тау тастардың сұсты көрінісі барынша ұлғайтылып әсерлене кетеді. 1959 жылы жазылған «Хан Тәңірі» атты туындысында жаратушының мәрмәрдан екпілеп салған мүсініне ден қойып, еріксіз тамсандыратын шыңды таудың сұлулығын, кербездігін, ұлылығын асқақтата бейнелейді. Сол сұлулықтың ортасынан қоныс тепкен қазақ ауылдарының жайлаудағы бейқам өміріне алыстан көз тігеді. Қақ жарылған жер қыртысында өзен жатыр. Тау етегінің құнарлы шөбіне жайылған отар малдың басынан екі серке анық көрінген. Жоғарыдағы тік ұшақ бейнеленген жаңа заманның технологиясы алаңсыз жатқан өмірге толғаныс әкелген. Барынша салтанатты да, парасатты, кең тынысты да ең қомақты дүниесі саналатын Жуалы жазығында атты суретіне назар аударайық. Тау жоталы кең жазықтықты алқап пен жарқыраған көл айдыны, емін-еркін жайылып жүрген малдарды сурет толық қамтыған. Тіршілік қуанысы, қыз-қыз қайнаған өмір келбеті, бақыт құшағындағы кең таулы алқап суретшінің қылқаламынан ерекше шабытпен туған және бұрынғысынша қанық бояулармен берілген. Күнделікті өмір көріністерінің өзінен ақ суретші сезім пернелерін басады. Қарақұйрықтар мекені атты жұмысына тоқталайық. Әубәкір Ысмайыловтың кескіндеме және сулы бояудағы жазған шығармаларынан халық ауыз әдебиеті мен аңыздардың желісін байқауға болады. Туындыгердің шығармасы көп сөзді әңгіме желісімен жазылмай, композицияны ықшамдап бітірген. Ол әрдайым қашуға дайын тұратын үркек қарақұйрықтардың жайылымдағы демалған мезетін суреттеп үлгерген. Салтанатты қатармен ілескен қарақұйрықтар әр иірімді айна қатесіз қайталап келе жатқандай әсер қалдырады. Түстік бояулар үндестігі әнге толы. Шебер үшін көңіл күй басты мақсат болған. Сондықтан да құпияға толы көк пен күлгін түсті, жасыл түсті, ақшыл қызғылт түстерді ұнатқан. Қорыта келгенде Әубәкір Ысмайылов адам көзіне ілінбегенді көріп, өмірде болып жатқан құбылыстарды көрерменге көре қалатындай әрі тамсандырарлықтай етіп салды. Кейде есте қалмайтын, еске алуға тұрмайтын жай жазықтықтардан қылқалам шебері ұлылық пен сұлулықты таба білген. Көз жетпес алыс қиырларға барып, бұлдырап сіңіп жатқан кеңістікті, мың құбылған бұлтты, таңертеңгі мамықтай жеңіл мұнарды бейнеледі. Табиғаттың тамаша көріністерін жазуда өзін олжалы аңшыға балайтын ол, туған жерінің тамаша бейнелерін толықтай көрсетіп, басқаларға да дәл осындай кеңістік пен ыстық алқаптың, ұлы тыныштық пен басқа еш жерде жоқтығын дәлелдеп кеткен. Мақтаныш сезімдерін тудыратын бұл туындылар бүгінде Қазақстан мәдениетінің алтын қазынасына айналған.